Алданғы тақырыпта өсімдік ұлпасы туралы айтқанбыз. Өсімдіктер жер бетіндегі тіршіліктің ажырамас бөлігі. Барлық жасыл өсімдіктер автотрофтар болып саналады. Яғни, олар күн сәулесінің энергиясын пайдаланып, өз қорегін өздері түзеді. Бұл процесс фотосинтез деп аталады. Фотосинтез кезінде өсімдіктер көмірқышқыл газын сіңіріп, атмосфераға оттегін бөледі. Сондықтан жасыл өсімдіктерді табиғаттың өкпесі деп атайды. Өсімдіктердің негізгі құрылымдық бірлігі жасуша. Өсімдік жасушасының ішінде органикалық және биоорганикалық заттар болады. Онда ядро, цитоплазма, вакуоль сияқты маңызды бөліктер орналасады. Сонымен қатар өсімдік жасушаларында пластидтер кездеседі. Пластидтердің ішінде хлоропласттар болады, ал олардың құрамындағы жасыл пигмент хлорофилл күн сәулесін сіңіруге көмектеседі. Өсімдік жасушасының жануар жасушасынан айырмашылығы оның сыртында қалың жасуша қабырғасының болуы. Бұл қабырға өсімдікке беріктік пен қорғаныш қызметін атқарады. Өсімдіктердің өсуі мен дамуын арнайы өсімдік гормондары реттейді. Олар тамырдың өсуіне, жапырақтың дамуына және гүлдің ашылуына әсер етеді. Өсімдіктер күн энергиясын бойына жинақтайды. Кейін бұл энергия қоректік заттар түрінде адам мен жануарларға беріледі. Өсімдіктер органикалық заттарды түзетін негізгі тірі ағзалар болып табылады. Адамдар өсімдіктерді азық ретінде пайдаланады. Сонымен қатар өсімдіктерден қағаз, мата, дәрі-дәрмек және түрлі өндірістік шикізаттар алынады. Табиғаттағы барлық тіршілік өсімдіктермен тығыз байланысты. Егер өсімдіктер болмаса, жер бетінде оттегі де, азық та жеткіліксіз болар еді. Сондықтан өсімдіктерді қорғау табиғатты және болашақты қорғау деген сөз. Сіздер осы бейне жазбадан азда болса білім алды деп ойлаймын. Егер сізге ұнаса қоңырау басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Келесі сабағымыздың жалғасы әрбір ұлпаның атқаратын қызметі және орналасуына жеке тоқталамыз.